Хабарымызды шыңғыл жағалықтан бастаймыз. Алматыда тапатал түсте атыс болып салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Жаңа ғана белгілі болғандай 5 адам қаза тапқан, солардың екеуі тәртіп сақшылары. Бұл қанды қырғынға Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. 20 қыркүйекте сағат 17:30 шамасында әлеуметтік желіде Алатау ауданында болған атыс туралы мәліметтер тарай бастады. Көп ұзамай қалалық полиция департаменті оқиғаға қатысты түсінік берді. Полиция мәліметінше атыс 17:00-де Ақбұлақ шағын ауданында болды. Полиция өкілдері үйден шығару туралы сот қаулысын орындау кезінде сол үйдің тұрғыны 1967 жылы туған ер адам озбырлық көрсетіп, сот орындаушыларына, учаскелік полиция инспекторларына, төтенше жағдай қызметкерлеріне қарудан оқ жаудырғанын хабарлады. Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасының төрағасы Ернар Ибраевтың сөзінше, қаза тапқандардың ішінде сот орындаушысы да бар. Оқиға орнында 5 адам қаза тапты. Оның ішінде қызметтік міндетін атқарып жүрген 2 полиция қызметкері де бар. Ал полиция өкілдері күдікті ұсталғанын хабарлады. Қазіргі уақытта жағдай бақылау астында. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Сонымен бұл қанды қырғынға не себеп, назарым сізде? Қайырбек, қайырлы кеш дей алмаймын, себебі қазалы хабарды жеткізгелі отырмын. Бүгін кешкі сағат 5 шамасында Алматының Алатау ауданындағы Ақбұлақ шамалында 67 жылы туылғанды есімді азамат көшпеймін деп агрессия танытып, қару алып шығып келгендерге оқ жаудырған. Қолда бар дерекке сенсек, 5 адам оқиға орнында тіл тартпай кетті. Қаза тапқандардың арасында 2 полиция қызметкері, атап айтқанда учаскелік инспекторлар бар. Сонымен қатар сот орындаушылары мен бейбіт тұрғындар да қаза тапқан. Жараланғандардың саны әзірге белгісіз делінген хабарламада, ал күдікті аңшылық қарумен оқ атқан болып шықты.